Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Данияр деген көрерменіміздің сұрауы бойынша француз қорғанысы Немцович вариантын көрсетуіңіз сұраймын деді. Орыс тілді әдебиетте ол Немцович варианты деп аталады, ал ағылшын тілді әдебиетте бұл варианттың атауы Advanced Variation. Сонымен бірінші вариантқа көшердің алдында мына кітапқа көңіл аударуды жөн көріп отырмын. Французская защита, полный репертуар деген Никита Витюгов деген азамат бар. Соның кітабына көңіл бөліңіздер. Емін-еркін интернетте жүктеп алсаңыздар болады. Тегін. Никита Витюгов өте мықты шахматшылардың бірі. Сонымен кеттік. Мазмұндамасын қарайық. Біріншісі ол әртүрлі ауытқушылар. Содан кейін Чигорин варианты, Немцович, Рубинштейн, Морозевич, Тараш, Винавер, Маккетчин, Стейнис варианттар. Енді бұл орыс тілді әдебиеттерде көрінетін нәрселер. Сіздерді қызықтыратын нәрсе ол Немцович жүйесі. Немцович жүйесі көрейік. 53-ші бет. 53-ші бетті ашамыз. Және 53-ші бетте мынандай нәрсе болады. Немцович жүйесі. Мүмкіндіктеріңіз бар болса, танысыңыздар, қараңыздар. Бұл жерде Никита Витюгов өте кәсіби жоғары деңгейде бәрін талқылап шыққан. Бұны 10 минуттық видеоның ішіне кіргізу мүмкін емес деген сияқты. Енді базаға кірейік. Базаға кіргеннен кейін I4, I6, D4, D5, I5, C5. Сонымен бұл жерде ATF3-ті қараудың қажет жоқ, себебі партиялар өте аз. Ал C3 ең негізгі 5434 партия кездеседі. 38%-да ақтар ұтады, 25% тең түседі, 37%-да қаралар жеңеді. Кеттік C3 енді 3 вариант керек. AC3, вәзір B6 және піл D7. Үшеуінде қарайық. AC6, ATF3, вәзір B6, A3. Бұл өте жақсы варианттардың бірі. Ат H6, B4, CD. Қараңыздар, егерде сіздер мұнаяққа жейтін болсаңыздар, онда қарсыласы AB деп жүретті, соның кейін сіздер орталықты ешқашан қозғалта алмайсыздар. Міндетті түрде CD, Ат F5, піл B2, піл D7, G4, E7, C3. Арғарай көрсетудің қажет жоқ, себебі бұл жерде әртүрлі варианттар болады. Мысалы, АТА5 деген вариант, АТА4, С6, С5 деген мүмкіндіктер бар. Бұны әрбір вариантты егжей-тегжейлі өздеріңіз тексеріп қарау керексіздер. Өйткені, мысалы, кішігірім видеоның ішінде әрбір нәрсені езуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Міне осындай нәрсе. Кеттік, келесі мүмкіндікті қарайық. Келесі вәзір B6. Вәзір B6 деп жүреді. ATF3, AC6, A3. Көрдіңіздер ме? Ең жиі қолданылатын вариант ол A3 варианты. H6, B4. Әрине, егерде бұлай жейтін болсаңыздар, онда бұлай жейді, сонымен ақтардың жағдайы өте керемет болады. Себебі орталықты үшбұрышы керемет, С жолы жабық, қаралардың жағдайы қиын болады. Әрине, CD, ATF5, піл B2, D7, G4, F7, AC3, A5, A4, C6, C5, C4, вәзір B3, B5, C3, H5, G5, ATF5, піл D3. Мені осындай варианттарды бір қарап шықсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме? Бәрі ұқсайды. Бұл варианттарды қайталаудың қажеті жоқ, себебі бәрі ұқсап тұр. Келесі піл D7. Піл D7 деп жүреді. ATF3, AC6, піл E2, AG7, патшаны сұрағызып, AG6, G3, піл H, піл I7 және H4. Сіздерде бұл жерде ескертетін жағдай, Стейнис ережесі, егерде орталық тұрақты болатын болса, және жабық болатын болса, оң қапталда және сол қапталда шабуыл жасасаңыздар болады. Немесе патшаның қапталында, немесе вәзірдің қапталында. CD,
патшаны сыра кіргіздік. H5, H8, AC3. Бұл жерде не айтуға болады? Әрине, мына варианттарда, мысалы, мына варианттарда AC6 және уәзір B6-да қаралардың ойындары бір қалыпты, ешқандай қиыншылық сезілмейді. Ал мына піл D7-де кәдімгідей, көрдіңіздер ме, 40%-ында ақтар ұтады, 24%-ында тең түседі, 36%-ы не болады? Міне, осындай вариант C3, былай ATF3, уәзір B6 және A3. Осыны есте сақтаған жөн. A5 деп жүрмейді, әрине. A5 деп ешкім жүрмейді. Мысалы, A5 деп жүретін болса, бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Піл D3, піл E2, басқа да мүмкіндіктер қарау керек. Мына торды әрине босатуға болмайды бұл жүйеде. Міне осындай нәрсе. Бұл жерде көбінесе ATF3, қараңыздар, AC6 мен уәзір B6 ұқсайды. Піл D7 әрине өте сирек кездесетін жағдай. Көбінесе уәзір B6 жүреді. Бұл жердегі тағы да жағдай, мысалы AC6 деп жүрсе, піл E3 деп жүрге болады. Уәзір B6 деп жүрсе, онда уәзір D2. Бұл жүйеде мына пілдің табатын жер жоқ, орны жоқ, сол себепті осындай нәрсеге қояды. Бұл Капабланка ережесіне сәйкес нашар пілдердің қатарына кіреді. CD, CD, ATF3, D3, бұлай және бұлай. Енді аса ешқандай қиындық жоқ деген сияқты. Француз қорғанысын ойнайтын адамдар әрине бұл жерде көбінесе уәзір B6 деп жүреді. Бірақ AC6-да жиі кездеседі. Міне осындай видео. Тағы бір рет ескертем, 10 минуттық видеоның ішінде француз қорғанысын сыйғызу мүмкін емес. Мына кітапты оқыңыздар. Французская защита, полный репертуар, Никита Витюгов. Мазмұндамасында сізді толғандырып тұрған мәселе бар. Немцович жүйесі 52-ші бет. 52-ші бетке барасыз. Және Немцович жүйесін өшірден толыққанды қарап шықсаңыздар болады. Асықпай, және 10 минуттық видео емес. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.